Біздің 20 жылдан бері көрмеген балдар қыздарымыз бар әрине. Мектеп бітіргелі бері көрмеген қаншама қыздарымыз бар. Енді Құдай қаласа 20 жылдық кездесуді мына жігіттер болып ұйымдастырып, сол қыздардың жүзін көрейік, көрмегенмен көрісейік, қауышайық деп Құдай қаласа кездесу ұйымдастырып жатырмыз. Сынып жетекшілеріміз біздің бастауыштан берген, қазіргі таңда өзімізге келген Айзат апайымыз бар. Құдай қаласа оны қонақ шақырдық 20 жыл кездесуге. Және Тоқтасын ағайымыз бар еді, ол кісі марқұм болып кетті. Бастауышта берген Тоқтасын ағайымыз бар. Ол кісінің енді көзі деп бала шағасын айтып, үйлеріне бір ауыз хабар беріп, қонақ ретінде ол кісілерді шақырдық. Ал 11-ші класты бітіргізген, түлек қылып ұшырылған ағай апайларымыз бар. Ол Ласбек ағайымыз бен Зәуреш апайымыз. Құдай қаласа ол кісілерді қонақ шақырдық 20 жылдық кездесуге. Сый-сияпатымызды беріп, өз құрметімізді көрсетіп, рахметімізді айтып, Құдай қаласа әдемі кештің қонағы болуға шақырамыз. Бас жүлдеге қазіргі таңда енді мынау біздің 20 жылдық кездесуіміз мынау Құрбан айт мерекесіне орай тұспа-тұс келгеніне байланысты, мынау айт намазынан кейін осы ауыл жастарына, ауыл ағаларына арнап біраз спорттық шаралар ұйымдастырдық. Соның ішінде кіші футболдан спорт ұйымдастырдық. Оның бас жүлдесін айтпай-ақ қояйын, бірақ қомақты қаржы ретінде берілетін болады. Мынау гір тасын көтеруге де, белтемірге тартылудан да, және қошқар көтеруден де жарыстар ұйымдастырылып жатыр. Қошқарды кім ең көп көтерсе, соған бас жүлде ретінде сол үлкен бір қошқардың иесі болайын деп тұр. Құдай қаласа барлық ауыл азаматтарын атсалысуға шақырамыз. Спортпен айналысқан жақсы ғой. Сол себепті медалімен, марапатымен, арнайы спорт бөлімінің бастығымен бекітілген марапатымен марапаттайтын боламыз. Бас жүлдеміз, қаржылай сыйлықтарымыз да бар. Бұл жерде бір жалғыз спорттың бір түрінен емес, 5-6 түрінен десек болады, 5-6 түрінен жарыс өткізіледі. Қаңлы елі, Амангелді елі үлкен ауылымыз ғой. Қазіргі таңда біз тек қана өзіміздің ауыл арасында өткіземіз іс-шараны. Басқа елден емес, өзіміздің Көлтоғанның ауыл тұрғындары қатысады. Сол өзімізде желі бардамыз. Сынып болып ойнай ма футбол, жоқ команда өздері жинап алса болады ма? Бұл жерде футболды сынып, яғни жылма-жыл жастар өздері бір бөлек бір ойнайды. 30-дан асқандар, енді үлкендер ересектер болып бір ойнап, ақырында финалда жолығып, қайсысы бірінші орын, қайсысы мықты ойын көрсетеді, сол бас жүлдені алып кетеді. Сыныптастарынан Халиданы танимын, басқа ешкім танымайды екен. 10 жылдықта көргем, есімде қалмапты. Келе жатқан 20 жылдықта жақсылап танысамыз деген ойдамыз. Сыныптас қыздарына сумочка алдық, арнайы естелікте қалсын, күнделікті қолданып жүреді деп сумочка алдық. Класстастарым Құдай қаласа сынып жақта осы Құдайға шүкірге дейінгі ақша жақсы жиналды. Енді ар жақ қарап жаңа кафемізге тағы да бір жігіттер ас салса, сонымен Құдайға жетіп жатыр. сыр болмаса қаншадан жинады? Сыр емес ешқандай. 150 мың теңгеден 18 бала, жоқ 19 бала болдық қой, 19 бала. Бір бала келемейтін белгісіз, сонымен 20 болып тұр. Бұлар негізі тізімде 19 бала. Құдай қаласа 150 мың теңгеден 19 балаға кәдімгі көбейтіледі. Бірінші очередь мешітке ажыратып жатырмыз, Құдай қаласа. Ауылдың мешітіне өзіміздің тізімнің басында тұрған жаңағыдай мешітке деп аталған дүние. Екінші бас жүлде жаңа спорттық іс-шаралар қошқар деп. Одан кейін футбол жарысы, оның арасында гір тасын, белтемірге қатысу деген сияқты іс-шаралар бар. Ең бас жүлде қошқар бұл жерде. Ауылымызда осы күнге шейін ешқандай іс-шаралардың ішінде қошқар көтеру өткізілмеген. Басқа іс-шаралардың бәрі өткізілген, футболы, жаңағыдай гір тасын көтеру, турникке тартыну дегендер, жаңағы белтемірге тартыну дегендер. Бірақ қошқар көтеруге осы күнге шейін ешқандай жарыс өткізілмеген. 87-лер Құдай қаласа беріп жатырмыз, бастамасын бастап. Сынып жетекшілеріңізден не алдыңыз?
Құдай қаласа ол кісілерге алтын ғой. Алтын беріп жатырмыз Құдай қаласа. Бөліп жармай, бас етегі бір қылып Құдай қаласа. Бастауыш сыныбы деп, жаңағы бітіру 11-ші классқа дейінгі бітіргенге деп үдесіне шығып Құдай қаласа. Осы жігіттердің ауызбіршілігінің арқасында осы дүниенің бәрі баққан. Мынау сәбіздің қабығын үйге әкеліп отырмын, айып болмаса. Малдарға мен берейінші деп едім. Бүйірсін, иә. Жігіттер қарсы емес шығарсыңдар, а? Сол малдарын семіріп, сойған кезінде ете шақырсаң болды да. Сойлатыңыз сүт беретін мал ғой олар. Сүтіне шақырып ол. Болды,